Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен осындай әдемі пирогтың рецептін ұсынамын. Ең алдымен біз қажетті заттың барлығын дайындап аламыз. Қажетті заттарымыздың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Үлкен ыдысымызға қантымыз бен жұмыртқамызды салып араластырамыз. Миксерлеуімізге болады, қолмен жасауымызға болады. Енді бұл жерде қантымыз толық ерігенше біз миксерлейтін боламыз. Яғни біздің массамыз 2 есеге үлкейгенге дейін осылай миксерлейміз. Не осылай 2 есеге дейін көтерілді. Енді біз ары қарай сұйық майымызды құйып, тағы бір миксерлеп жібереміз. Артынша жылы суымызды құйып, тағы да миксерлеп жібереміз. Бұл жерде айта кететін жайт, барлық құрғақ заттарды біз електен өткізуіміз қажет. Разрыхитель, крахмал, ұнымыздың барлығын бір уақытта салып, електен өткізуіміз қажет. Тағы да миксерлеп аламыз. Яғни ұнымыздың барлығы тестаға толық енгенше міне осындай әдемі теста шығады. Тестамыздың жарты бөлігін осылай какао қосылған смеске қосамыз. Табамызды майлап, осылай ақ бөлігін бірден құямыз. Ал қара тестамызды, яғни какао қосылған тестамызды үстінен әр жерден қойып шығамыз. Сол кезде тура зебра пирог сияқты әдемі болып шығады. Егер менің каналым сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне осылай отырғызып шығамыз. Піскен кезде қара тестамыз астына еніп, өте әдемі узорлар шығады. 180 градуста 20 минут пісіріп алдым. Міне осылай шықты. Енді теріс қаратып, біз формамыздан шешіп аламыз. Әркімнің пешінің градусы, пеші әртүрлі болғандықтан, өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіріп аласыздар. Міне осындай әдемі пирогымыз шықты. Осы пирогтарды кесіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Айдана. Назарларыңызға рахмет.